Сәлем достар. Бүгін біз ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы жазған 36-шы қара сөзін оқимыз. Сіздің Абайдың бұл сөзінде адам туралы қандай ой айтылған білесіңдер ме? Кәне бірге оқып, мағынасын түсініп көрейік. 36-шы сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саламның хадис шарифінде айтыпты: «Мән ла хайяху уа ла иману лаху» деп, яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөздің білінде ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар, надандықтың ұяты, жас бала сөз айтудан ұялған секілді. Жақсы адамның адында жазықсыз ақ аншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керестендіріп, шешілмегендік қылып ұялмас нәрседен ұялған. Мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абиорлы бойға теріс бір себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреу ондай қылық өзінен шықпай-ақ бір бөтен адамның шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят иісті қылған адамды есеркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болды, енді мұның өзі не болады дегендей. Бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзінде қысып, қызартып кетеді. Біреу сондай ұят шариғатқа теріс, я ақылға, я абиорлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық кәтеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойынан шыққандығынан болады. Ондай ұят қылық қылғандығында бөтен кісі білмесе де, өз ақылын, өз нысабын өзінде сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіне жаса тартырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қара алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан, қалуытығынан да бар. Хата өзін өзі өлтіре туған кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы еттегіндей ішінен өз мойнына салып сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көзден жасын, мұрнынан соң сүртіп алуға да қолын тимейді. Бір ет боласын. Көзін кісі бетіне қарамай түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп, ұялған адамға өкпесе бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртіндіріп сөз айтқан кісінен өзінен де адамшылығын жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды. Ол иістен мен ұяты болдым дедім ғой, енді нен бар дейді. Я болмаса, оған мен ақ ұяты болайын, сен өзіңді сөйтпеп пе едің дейді. Немесе пәленше де, түгенше де тері жүр ғой. Пәлен қылған, төген қылған менікі, оның
қасында несі зос? Пәлендей түгендей мәнесі бар емес пе еді деп ұялтамын десең. Жап-жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе? Ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осында адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Осымен бүгін видео аяқталды. Абай Құнанбайұлы айтқан 36-шы қара сөзден көп ой алдыңыздар деп ойлаймын. Сендерге қай жері ерекше әсер етті? Пікірге жазыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.